Ақыл адамзат өркениеті дамуының негізгі қайнары. Аллах тағала адамды жаратқанда оған ешкімге бермеген теңдессіз ақыл нығметін қоса жаратқан. Ақылдың негізгі функциясының бірі адамнан қалған болмысты өркениетті одан әргі ұрпақтарға жеткізу болып саналады. Кез келген пенде өмірінде өз баласына білім деңгейінде қажетті ақпараттарды береді. Ал баласы болса, өсе келе сол алған білімді жалғастыру үшін ізденіп, әрі қарай өз ұрпағына таратады. Осылайша адамның өркениеті ұрпақтан ұрпаққа үздіксіз бір-біріне беріліп дамып келеді. Бұл құбылыс бір ақылдың қызметімен ғана жүзеге асады, әрі тек адамға берілген құнды нығмет болып саналады. Егер адамнан бөлек піл, жолбарыс, арыстан секілді хайуандарды алып, арнайы бір қозғалыс түрлерін шыңдап үйрететін болсақ, олар жақсы нәтиже көрсететіні анық. Бірақ олар сол үйренгендерін өздерінің нәсілдеріне, ұрпақтарына үйретіп қалдыра алмайды. Себебі онда ақыл нығметі қажетті түрде берілмеген. Сондықтан ақыл Аллах тағала тарапынан біздерге берілген, әрі мұнымен жаратылыстың сырларын ашып, табиғаттың пайдалы тұстарын меңгеріп, көптеген ғылыми жаңалықтарға қол жеткізіп, өмір сүру қағидасын сипаттайтын пайғамбарлар арқылы жіберілген шариғи заңдылықтарды толықтай игеріп, адамдардың өсіп өнуі, ілгері даму үшін үлкен серпін беретін нығмет болып саналады. Ақыл болмаған жағдайда адам баласы әуелі бастағы қалпында қазіргі заманауи технологиялардан жұрдай, еш дамусыз жоғарыда ескерілген хайуандар секілді қалған болар еді. Сондықтан ақылдың арқасында ғана біз бүгінгі адам өркениетінің даму белестеріне қол жеткізіп отырғанымыз сөзсіз. Тек ақылдың қызметінің арқасында адам бүгінде технологияның шыңына жетіп, ғылыми түрлі жаңалықтар ашып, бұрын соңды болмаған ұялы телефон, ғаламтор, компьютер секілді дүниелер адам игілігіне жарап отыр. Адам баласы өздігінен жоқтан бар етіп ештеңе жаратпайды да, жарата да алмайды. Мәселен, ұшақ, көлік, компьютер секілді технологияларды адам ойлап тапты делік. Бірақ олар жасалатын материал заттар мен металдарды адам ешқашан ойлап тапқан жоқ. Олар әу баста адам жаратылысынан бұрын пайда болған. Түрлі түсті шикізаттар, металдар адамның игілігі үшін Аллах тарапынан берілген. Мысалы, темір металы жайлы Құранда былай делінген: біз адамдардың игілігі үшін темірді жараттық. Онда мықты күш әрі адамзат үшін мол пайдалар бар. Демек, адам жоқтан бар етіп ештеңе жарата алмайды екен. Бұл турасында Құранда бірнеше жерде айтылған. Адам баласы Аллахтың берген мүмкіндігінің арқасында ғана ақылды іске қосу арқылы көптеген жетістіктерге, өркениеттің дамуына қол жеткізе алады. Себебі ақыл адамның қозғаушы күші. Көлік мотормен ғана жүретін секілді адам да тек ақылдың көмегімен ғана алға жылжиды. Сондықтан осындай қайталанбас құнды нығметті болмашы нәрсеге жұмсамай, адамзат өркениетін жігерлендіретін дәрежеге қолданайық ағайын.